Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қазақ тілін үйретуге дайынбыз. Ендеше бастайық. Сәлем достар, біз алдыңғы 5-ші сабақты жалғастырамыз. 5-ші сабақ, 5-й урок. Вы, наверное, помните, да? Ендеше 5-ші сабақ не туралы еді? Я, дұрыс айтасыздар. Отбасы тақырыбы. Ендеше біз отбасы тақырыбын жалғастырамыз. Ол үшін ең алдымен видеоға назар аударыңыздар. Меня зовут Серик. Это наш мама Данияра, Райхан Кайырбековна. Уважаемый Мырзағали аға, мой старший брат. Қалдыбек Қайнаға, брат Райхан, нағашы Данияра, ну и наш сынок Данияр. Видеода назар аударғандарыңыздай, бұл жерде отбасы атаулары берілген. Яғни, әке, отец, әке. Келесі, әйел, жена, әйел. Келесі, үлкен аға, старший брат, үлкен аға. Келесі, қайын аға, девер. Буле, кузен, кузина. Так как в казахском языке нет рода категории, получается буле и будет и кузен, также и кузина. Шериф нашего аула Тұрғанбек. Бөлім мен, наш бөлім үшін өлем. Келесі, ұл, сын, күйеу бала, зять, күйеу бала. Құда, сват, құда. Так как вы видели видео, говорится бас құда. Это наш уважаемый Мырзағали аға, мой старший брат, бас құда. Бас құда у нас у казахов это человек многоуважаемый, яғни құрметті азамат. Это у нас будет құда, сват. В общем, они все являются друг другу туысқандар. Туысқандар это переводится как родственники. Туысқандар – родственники. Как вы заметили, туысқандар, оно стоит во множественном числе, то есть не родственник, а родственники. Так как туысқандар, здесь множественное число добавляется окончание дар. Теперь давайте вспомним, какие у нас есть окончания. Теперь давайте обратим внимание на это. Чтобы сказать слова во множественном числе, нам нужно будет такие окончания, как лар, лер, дар, дер, тар, тер. В казахском языке это называется көптік жалғауы. Енді қай кезде лар, қай кезде лер, қай кезде дар, дер, қай кезде тар, тер жалғанатындығына назар аударайық. Бірінші, лар, лер, ол егерде сөз дауыстыға және де и, р, у әріптеріне біткен кезде лар, лер жалғанады. Мәселен, балалар, дети, балалар. Яғни, бала деген сөз дауысты аға аяқталғаннан кейін оған лар жалғанып тұр. Келесі, дар, дер қай уақытта жалғанады? Егерде сөздің соңы л, м, н, ң, ж, з әріптеріне бітетін болса, дар, дер жалғанады. Мысалы, жаңағы біз қолданған үлкен аға дегенді көпше түрде алатын болсақ, үлкен дер, старшие, үлкен дер. Яғни сөз үлкен деген түбір сөз ныға аяқталып тұрғантан оған дер деген жалғау жалғанды. Келесі, тар, тер. Тар, тер ол қатаң дауыссыздар және де Б, В, Г, Д әріптеріне аяқталған сөздерге тар, тер жалғанады. Мысалы, достар, друзья, достар. Достар деген сөздің түбірі с, яғни ол қатаң, яғни глухой, да? Сондықтан оған тар жалғанады, достар. Дәл солай сияқты мысалы сыныптастар. Сынып, сыныптастар. То есть одноклассники. Енді келесі кезекте тапсырма орындайық. Тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген суретте дұрыс атауларды қолдана отырып, оған көптік жалғауын дұрыс жалғаңыз. Әке, әкелер, әйел, әйелдер, үлкен аға, үлкен ағалар, қайын аға, қайын ағалар, бөле, бөлелер, ұл, ұлдар, күйеу бала, күйеу балалар. Сонымен достар, бүгінгі сабақтан кейін өздеріңіздің туысқандарыңыз жайлы толыққанды мүдірместен жауап бере аласыздар деген үміттемін. Егер де түсінбеген жағдайларыңыз болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Біздер жауап береміз.
Қазақша үйренейік те келесі жүздескенше қош сау болыңыздар.